Сәлем студентім, бүгінгі тақырыбымыз біздің конкурент зерттеу туралы болады. Конкурент деген ұғымда көбінде адамдарға бір негативті ой келеді, жарысу, таласу деген сияқты. Негізі олай емес. Конкурент бар жерде ақша бар деген сөз. Егер сіз бір затты сататын болсаңыз, ол жерде инстаграмнан қарап көрсеңіз, ешкім ол затты сатпайды. Тек қана сіз сататын болсаңыз, сіз ол затты сатпай қойсаңыз да болады, өйткені ол нарықта сұраныс жоқ, оны сатқанымен ешкім алмайды деген сөз. Ал егер сіз бір кітап сататын болсаңыз, қарап көресіз, инстаграмға кіресіз, бірінші кітап сататын дүкендер қанша, олардың парақшасы қандай, соның барлығын зерттеу арқылы сіз олардың қанша теңге табатынын біліп, солармен конкурент бола аласыз. Мысалы үшін, сіздің конкуренттеріңіз айына миллион теңге, 500 мың теңге табатын болса, ол жақсы деген сөз. Наоборот, сіз де еңбектеніп сол дәрежеге жете аласыз деген сөз. Наоборот, конкурент сізге ол көмекші. Өйткені ол сіздің жүріп өткен жолыңызды бір қадым алда болуы мүмкін. Сондықтан біз конкуренттен қорықпаймыз, наоборот, конкуренттерді зерттейміз. Қалай зерттейміз? Бірінші, дәл өзіңіздің салаңыздағы конкурентті қарайсыз. Мысалы үшін, сіз инстаграм жүргізетін адамсыз, инста-админсіз. Инста-админ деп іздеңіз, немесе инста-менеджер деп іздеңіз. Орыс аудиториясынан, қазақ аудиториясынан іздейсіз. Бірінші аватаркасын қарайсыз, шапкасын қарайсыз, сторизін қарайсыз, сторизді қалай салады, қалай жүргізеді, посттары қандай, қанша лайкі бар, постының тақырыбы қандай, даже дайректке жазып сұраңыз. Саламатсыз ба, инстаграм парақшаны қанша теңгеден бастап жүргізесіз деген сияқты. Ол сізге қалай жауап береді, сізге өзінің өнімін қалай ұсынып жатыр, қалай сатып жатыр, соның барлығына қатты мән береміз. Енді сіздерге тапсырма, әрқайсымыз өз нишамызға байланысты, өзіміздің жаңағы таңдаған мамандығымызға байланысты 5 конкурентті зерттейсіздер. Осы нарықта бар, ең көп оқырманы бар, ең активный 5 конкурентіңізді зерттеп, оның қай жері ұнады, қай жері ұнамады, дайректке жазып сұраған кезде жауап жазды ма, соның барлығын зерттеп дәптерімізге жазып аламыз. Баршаңызға сәттілік.